Сәлем достар, сіздермен бірге Алихан Про. Енді мен бүгін осы Майнкрафтта күшті топ 20 керемет постройкалар және декорацияларды көрсетемін. Бұл бірінші бөлімі. Мен екіге бөлем осы бірінші және екінші. Мен қазір бірінші бөлімін көрсетемін. Онда кеттік достар. Міне достар, осындай бір ең бірінші постройка, осындай бір әдемі декорация достар. Осындай біз қазір стол жасаймыз. Бұл осындай декорация. Ал ол үшін оны жасау үшін бізге бір пол жасаймыз. Сосын бізге не керек тағы да осы? Бізге тағы да мынандай люк керек. Тағы да бір заттар. Еще бізге мынандай керек, қараңыздар. Бір любой түс. Мен мынаны осыны ала берейін. Сосын бізге бір любой есік керек. Мен мынаны таңдаймын. Қараңыздар. Міне осындай бізде заттар әне. Тағы да бізге мынандай керек. Қараңыздар. Ол қайда? Міне біз қара түсті аламыз. Әне. Сосын бізге тағы да осылай жарайды, жасай берейік біз. Ал ең бірінші бізге осы жерден 11 блок керек. Бұлай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Әне, ал мына жерден бізге мынандай бір 9 блок керек. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Әне достар, не осылай енді біз жасаймыз осы столымызды. Бұлай. Ал осылай біз жасаймыз. Міне. Әдемі стол болады. Енді бізге осылай бір жасаймыз да бір пол әдемі. Сосын сіз оны бір дәу үйіңізге қойса болады. Бір ана кішкентайға сыймайтын сияқты өкінішке орай, ал жарайды. Онда енді бізге мынандай кітап оқитын керек. Қайда ол? Міне, кафедра дейді ғой. Енді біз осылай оны 2 блок қоямыз былай. Әне, осылай қоямыз кафедраны. Міне, мына жерге де осылай. Міне, бізде осындай пайдаланады. Сосын оның үстіне былай. Бірақ ортасына 5 блокты ма сондай тастап кетеміз. Біз осылай shift-ті басып жасайық. Міне, осылай жасаймыз. Или былай жасай берейік, достар. Былай. Ой, былай. Не, енді былай. Міне, осылай кафедраны қолданса болады, декорациялар. Да, міне, осылай. Сосын тағы да мына жерге осылай. Былай қойып шығамыз оны. Ой. Әне. Енді біз былай жасаймыз. Былай. Мына жерден де солай. Біз жасаймыз былай. Сосын мына жерге полублок или кәдімгі блок қойса да болады. Мен бірақ полублокты қояйын давайте. Біз былай істейміз да былай, сосын былай. Әне, осылай біз полублокты қоямыз ортасына. Не, достар? Сосын бір торттарды қояйық ол жерге давайте. Қайда торт? Міне, торт бізде. Оны былай қоямыз, достар. Сосын бізге тағы да бір бәле керек. Ол қайда? Бізге гүлдер керек. Ой, 2 гүл. Міне, бірінші біз давайте. Көк ұнайды, көк түс қатты ұнайды. Бірінші көкті қояйық. Енді давайте бір әдеміз. Мынау маған ұнайды осы. 2 осына ерекше қойдық. Міне. Мынау сияқты енді орындықтар жасау керек бізге. Қазір біз жасаймыз осы орындықтарды. Бұлай жасау керек бізге. Понятно. Осылай. Тоқтаңыз. Мынау не? Осылай, достар. Или сіздер үшеу қоя аласыздар осы орта. Мына жерге. Жарайды. Ал біз енді тағы есікті қоямыз осы. Есікті қойып шығайық.
әдемі. Сонда бізде осындай әдемі орындықта шығады. Бірақ ол әлі соң емес, біз бұлай қойып шығайық, әдемі болуш. Әне. Бізде осылай шығады, достар. Міне, осындай әдемі болды. Бірақ бұл әлі соң емес, бізге мынандай еле өздеріңіз білесіздер, бұны қоясыз ба әлде қоймайсыз ба? Қойса, бірақ нормально. Бірақ оны қойса, сіз ортаға қоямайсыз тағы да. Басқа. Біз бұлай осы қоямыз оны. Әне. Әне осылай. Әдемілеп. Не, осылай әдемі болады ол. Міне, достар, осындай бір керемет декорация. Қазір біз сіздерге көрсетеміз, ол қалай пайда болып жасалған. Міне, достар, бізде осындай әдемі стол шығады. Сіздер де осылай үйлеріңізге жасап қойса болады, или ортасына былай тағы да бір мынандай орындық қойса болады сіздер. Или бірақ мен қойғым келмейді ортасына. Міне, достар, осындай бір керемет декорация шықты. Ал онда біз келесі декорацияны көрсетейік қалай жасалған. Міне, достар, бұл енді осындай екінші декорация. Бұл осындай екі әдемі стол, осылай кішкентай болса да әдемі. Сіздер де осылай бір кішкентай болса, онда үйлеріңіз осыны жасап қойса болады бұлай үйлеріңізге. Енді оны қалай жасайтынын біз сіздерге көрсетейік. Ол үшін бізге осылай мына ең бірінші мынаны кішкене дәуін көрсетейік. Бізге осылай қою керек. Осылай, сосын біз оның ортасында мынаны қойымыз керекпіз. Міне осылай. Біз оны бұлай қоямыз, қараңыздар. Ой. Міне осылай біз қоямыз. Бірақ сосын мына жерге осылай тарелкалар, сосын мынандай қою керек. Қазір біз сіздерге көрсетейін. Сіз ағаш или мынандай темір тарелканы алса болады, сіз өзіңіз білесіз, қандай әдемі, сол сіз қойыңыз. Сіздер мынаны или мынаны аласыздар, ал жарайды. Мен бірақ темірді алдым. Енді бізге мынандай кружкалар. Майнкрафтта өкінішке орай кружкалар жоқ, сол үшін біз осылай горшоктарды қоямыз. Ал сосын бізге осындай әдемі орындық. Оны жасау өте оп-оңай. Біз бұлай аламыз да. Сосын не? Мынаны алайық. Ал сосын тағы да бізге мынандай табличка керек. Табличка қайда? Тоқта. Қайда ол? Міне. Бізге осындай қарасы керек. Сосын біз оны бұлай қоямыз да. Бұлай, сосын shift-ті басып үстіне тағы да қоямыз. Сосын оны жапқаннан соң осындай бізде орындық шығады. Және бірдеңе айтайын. Онда бұлай қойса, ол шоколадқа ұқсайды, қараңыздар. Шоколадтан айнымайды, қараңыздар. Ол шоколад дәу. Ал жарайды, онда мынаны жасайық. Жасаймыз. Не? Осылай әдемі болады ол. Міне, достар, бізде осындай әдемі стол шықты. Тағы оның екінші варианты бар, кішірек. Қазір біз сіздерге оны қалай жасайтын көрсете салайын тағы да. Бірақ оны жасау оңайырақ, достар. Ал міне осылай, сосын біз тағы да мынандай темірді аламыз да. Нажимной плита. Міне осылай, достар. Сосын біз бұлай, ал сосын біз бұлай жасаймыз, қараңыз. Ой, достар, бұлай жасасам, қазір қате кететін сияқты, сол үшін бұлай. Міне осылай жасау керек. Бұлай, міне. Осындай бір әдемі болады, сөйтсе. Міне, біз тағы да осылай нәже қоямыз. Сосын соңғы жер. Осылай біз жасаймыз. Ой, ё-моё, қайда қойым? Шатын табличка жасап қойым. Ал міне, қазір сіздерге көрсетемін. Міне, бізде осындай екі кішкентай әдемі столдар шықты. Сіздердің үйлеріңіз кішкентай болса, мынау сыймаса осы дәу стол, онда сіз мынаны жасаңыз. Кішкентай, бірақ әдемі. Ал онда біз келесі
декорацияны қалай жасалатынын көрсетейік. Онда кеттік. Міне достар, бұл енді осындай келесі декорация. Бұл декорация осындай. Тағы да стол, бірақ енді ол кішірек. Үлкенірек. Бірақ кішкентай. Міне осындай бір керемет, осындай бір декорация. Ал жарайды, оны қалай жасайтынын сіздерге көрсетейін. Бізге 8 осындай бізге кафедраны былай қойып шығу керек, қараңыздар. Міне осылай, сосын былай, сосын біз оған дейін тағы да мынаны қосуымыз керек біз, қараңыздар. Міне осылай бізден осыны қоямыз да, сосын оның үстіне былай тағы да пол блоктарды қойып шығайық. Міне осылай биігірек болады зато мына стол. Ал жарайды, енді бізге мынандай оның астына қою керек. Міне бізден осындай. Тоқтаңыздар. Бізге 10 тал керек. Мен шатасып кетіппін. Ал жарайды, мен осылай шатаса берем, что-то 8 емес, 10. Кешіріңіздер, мен шатасып кеттім. Осындай 10 тал біз қоямыз. Қараңыздар, shift басып. Сосын біз былай, және былай болды. Міне осылай біз қоямыз, сосын оның үстіне біз мынаны қоюымыз керекпіз. Осыны ма? Қазір мен көріп жіберейін. Тағы да оның үстіне мынау. Жоқ, бұл емес достар. Мен шатасып кеттім. Мынаны қою керек бізге. Осыны былай қоямыз, қараңыздар. Міне осылай, сосын былай. Сосын біз былай қоямыз мұны. Былай. Сосын біз тағы да былай. Міне сосын оны былай жабамыз. Бірақ әлі ол соң емес. Бізге тағы да былай жасау керек. Қайда? Міне бізде осындай. Міне біздің мынаның үстіне тағы да бір қою керек қой. Міне осылай. Сосын оны жабамыз. Мына жерге де солай қою керек қой. Міне осылай. Сосын біз тағы да бір осындайды аламыз да, оны қоямыз мына жерге. Қараңыздар, былай. Және де былай. Бірақ сіз басқа люкты қоя аласыз о жерге. Сосын бізге соңғы зат, мынандай табличка. Біз мыналарды алып тастайық та, қазір біз енді табличканы қояйық. Былай табличка алайық та, былай қояйық. Қараңыздар. Міне достар, мына жерге, еде мына жерге қою керек бізге табличка. Ойбай. Бірақ мен мына жерге қоям. Сіздер өкінішке орай мына жерге қоя алмайсыздар, өйткені ол болмайды олай. Міне осылай, сосын былай. Міне бізде осындай, жоқ әлі дайын болған жоқ. Бізде мынаны қою керек. Болды, міне достар. Осындай бір әдемі, күшті бір стол пайда болды. Бірақ мен бірден ұмытып кеткен сияқтымын, кешіріңіздер. Бізге баннер керек. Міне осылай сұр баннер или қара бір. Сіздерге ұнайтын түсті қоясыз сол жерге. Міне осылай енді дайын болды. Міне осындай бір кішкентай, еще биік әдемі осындай бір декорация. Сіздер осылай үйлеріңізге қоя аласыздар осындай әдемі декорацияны. Ал онда біз келесі декорацияны көрсетейік. Онда кеттік достар. Міне достар, енді бұл ең күшті декорация. Осындай бір какой-то әдемі осындай бір төсек жасаса болады. Ал жарайды, енді бірінші біз осылай қалайдына полды жасап алайық өзімізге. Міне. Пол бізге мынандай. Мына жерге деген 7 блок. Қазір енді біз бұлай 7 блок қазымыз керекпіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Міне. Сосын бізге тағы да мына жерге 5 блок керек. 1, 2, 3. Міне. Осылай бір, осыны енді қазамыз да, сосын оның орнына біз пол жасаймыз. Міне. Тез қазайын. Міне. Осылай біз қойып шығамыз. Сосын біз осы төсекті жасауға кірісеміз. Енді сіз өзіңіз білесіз ол қандай цвет, бірақ мен осылай көкті жақсы көрем. Көк қатты ұнайды. Сол үшін мен көкті қоям. Қазір енді көріп алайық мына жерден.
бізге осылай оны ортасына қою керек. Міне осылай. Сосын бізге тағы да мынандай керек. Қараңыздар. Біз былай қоямыз да, мына жерге осылай. Понятно. Бізге мына жерге осылай. Екеу мынандай керек. Қараңыздар. Былай, былай, былай. Сосын бізге тағы да былай керек. Міне осылай. Тағы да ступенек. Ступенекті қоямыз да осылай. Сосын мына жергеден бір ағашты қоямыз. Міне, ой, былай. Енді біз былай мына жерге бір блокты қоямыз. Қараңыздар, былай. Сосын мына жерге осындай люк. Любой люкты қоя беріңіздер. Міне бізде осындай күшті дайын болды. Сіз осын екеуіңіз біреуін қоясыз, бірақ мен өзгеше жасаң деді. Сіздер өздеріңіз білесіздер, мынау ма әлде мынау ма? Бірақ маған көк ұнайды. Көкті қатты жақсы көремін мен. Ал, жарайды осылай. Сосын бізге жанына давайте гүл или басқа зат қойса болады. Ой, мен гашокты алып ұмытып кеттім. Ал, жарайды. Міне, енді осылай бізге гүл. Любой гүл, прямо көк ұнайды. Осылай көкті қоямыз біз. Міне, ой. Міне, осылай бізде әдемі төсек шығады. Және де бізге осылай мына артына бір стена жасап қойса болады. Бірақ сіздер өздеріңіз білесіздер. Любой стенаны қоя беріңіздер. Мынау сияқты или басқаны қойыңыздар. Жарайды. Өздеріңіз білесіздер. Артына қандай стенаны қоясыздар. Ал жарайды. Міне осындай бір керемет декорация шықты. Ал онда біз келесі декорация қалай жасалатынын көрсетейік. Міне достар, енді бұндай декорацияны сіздер ешқашан көрмедіңіз. Бұл ең әдемі осындай комната. Бұны жасау оп-оңай, бірақ сіздерге ол қиын болып көрінеді, Ал негізі ол изи ғой жасау. Ал ол үшін бізге дейін бір пол жасап алайық. Полға любой ағаш керек бізге. Любой. Мына жерге енді біз 7 блок, мына жерге 5 блок. Понятно. Біз былай 7 блок қасамыз. Міне 7 блок. Мына жерге 1, 2, 3, 4. Міне осылай 5 блок. Сосын мына жерді де осылай қасамыз да. Ой, мынау не? Осы жерді де осылай жасаймыз. Қараңыздар. Біз былай осылай қазамыз, қараңыздар. Міне. Қараңыздар. Осылай біз қазып аламыз. Осылай қойып аламыз, осылай. Сосын біз тағы да мынандай бочкаларды былай қоямыз біз. Қараңыздар. Бізге осылай 3 бочканы қою керек. Міне. Былай, былай, былай. Сосын мына жерге тағы да бірақ енді былай, былай, ал ең үстіне былай. Міне осылай. Оп-оңай достар. Ол қиын болып көрінеді, бірақ негізі оп-оңай. Міне бізге тағы да осылай қою керек бочкаларды. Міне былай, былай, былай. Сосын тағы да мен көріп жіберейін. Мына жергеден тағы да бочка емес, енді бір мынандай қабығы жоқ ағаш керек. Мынандай ма? Осындай бізге керек. Сосын мынандай кітап оқитын. Біз былай қоямыз оны. Сосын бір любой кітап шкафын қоямыз. Міне осылай. Сосын біз мына жерге осылай төсектерімізді қоямыз. Мысалы мен деймін былай қояйын, давайте. Жасыл және қалай еді? Көк. Жасыл және көк. Міне достар осылай. Или сіздер басқа түсті қолдансаңыздар болады. Өздеріңіз білесіздер қандай түсті қолданасыз. Ең бірінші мына жерге біз көкті қояйық, давайте. Енді мына жерге біз қалай еді? Жасылды қояйық. Үстіне осылай бір блоктарды қоямыз да, сосын ол блоктарды алып тастаймыз. Міне дайын. Енді біз лестница обязательно керек, әйтпесе қалай шығасыз мына ең үстіне. Ал жарайды. Енді бізге тағы да міне мынандай шкафчиктарды жасау керек. Міне осылай полкалар. Міне осылай, осылай. Осылай жасалады ол. Мынаны осылай былай жасаймыз бір. Блоктар қойылу үшін осылай. Міне осылай. Ой. Міне осылай достар. Сосын мына жерге
былай болды. Міне мына жерге енді кітап оқитындарды қоямыз. Еще кітап қойса өт бізге. Қайда кітаптар анау? Ой, бір кітаптар қайда? Ё-моё, кітап. Міне. Біз осылай мына жерге қоямыз, мына жерге. Бірақ мынаны былай қоямыз. Енді бізге тағы да бір бәле керек. Ол мынандай. Біз осылай қоямыз мына жерге. Былай. Сосын мына жерге бір любой орындық қандай қою керек? Бізге осылай қою керек. Міне қараңыздар. Өздеріңіз білесіздер қандай ағаштан орындық жасайсыз, және мынандай қандай люктан. Міне осылай әдемі. Сосын бізге сандықтарды былай қойып қою керек. Мына жерге, еще мына жерге. Любой сандықты біз қоямыз. Давайте мынау. Бұлай қоямыз. Сосын оны бұлай қоямыз. Міне осындай керемет декорация бізде шығып жатыр. Міне. Сосын бізге осы соңғы осындай бір блоктар. Және бұлай біз аламыз да. Ойбай, мен құлап кірдім. Ой, ё-моё. Бұлай. Shift-ті басып қоямыз осы жерге. Ал мына жерге қоймай қоясыз, бірақ мына жерге бізге қою керек. Ойбай. Осылай. Біз жабамыз, міне. Енді бізге осылай. Артына стена жасау керек. Давайте мен бұлай любой стена жасайық. Әдемілік үшін біз мынандай блокты аламыз. Сосын любой осындай блок. Бірақ мен осы сары жоқ. Давайте мен көкті таңдаймын, осылай көк. Біз осылай қоямыз. Міне. Осылай. Сіздер өздеріңіз білесіздер қандай стена болады артында. Және қандай цвет стена болады. Міне. Сосын осылай біз жасаймыз. Қараңыздар. Осындай ең әдемі декорация осы видеодағы бұл. Міне. Енді бізге деген тағдана үстіне бұлай тағы да бір жетіспей жатыр. Міне. Осылай біз тағы да бір блок жасаймыз да, сосын біз мынандай қоямыз. Қараңыздар. Бұлай. Міне. Осылай біз қоямыз. Сосын любой картина. Мына же жетіспей тұр бір сурет, достар, қараңыздар. Міне. Маған осыны айт. Сосын мына жерге бір любой сурет. Осындай. Міне, достар, осындай бір керемет декорация. Сіздер осы декорацияны үйлеріңізге қойса болады. Тағы да осы жерге бір мынандай бір қалай еді? Палаш жасап қойса болады бізге. Бұлай, қараңыздар. Сразу бірнеше түс, или бір түс. Міне, осылай. Және фиолетовый. Фиолетовыйны алып алайын газ. Міне. Сонда бізде осындай әдемі палаш шығады. Ал жарайды, достар, осындай бір керемет декорация болды. Ең топовый. Және қиын жасалатын сияқты көрінеді, бірақ оп-оңай. Ал жарайды, онда сіз осыны үйіңізге жасап қойса болады. Онда біз келесі декорацияны қалай жасалатынын көрсетейік. Онда кеттік, достар. Ең әдемі декорацияны ашты. Бұл осындай әдемі какой-то бір төсек. Міне осылай ол көрінеді. Енді жарайды, ол қалай жасалатынын сіздерге көрсетейін. Ең бірінші бізге пол керек. 7 блок мына жерде. Ал мына жерде бізге 5. Понятно. Біз бұлай мына жер қазамыз. Мына жер 7 блок керек. Міне бізде 7 блок бар. Міне қараңыздар. 7 блок. Мына жерге енді осылай тағы да 5 блок. Сосын бұлай қазамыз. Міне қараңыздар. Осылай біз қазамыз осы жерді. Сосын біз орнына бұлай біз пол жасаймыз. Міне. Енді бізге осындай бочкаларды қою керек. Бочка. Осылай әдемі блок. Бочка осындай. Что-то мына видеода көп қолданылып кетті, достар? Көп қолданылатын блок. Бочка. Ал жарайды. Міне осылай мен қояйын тағы. Енді оның үстіне бұлай полублоктарды қоямыз біз. Қайда ана полублоктар? Біз бұлай қойып алайық. Міне.
Ал сосын бізге мына жерге осылай любой блокты қоямыз. Қараңыздар. Бірақ мен мынаны қойғым келді. Осы әдемі екен, қараңыздар. Осылай. Ал сосын біз любой цвет. Давайте енді біз басқа. Мысалы, жасылды қолданып көрейік, а? Міне, жасыл төсек. Енді біз мына жерге осылай ступеньки және полублок қою керек мына жерге. Міне, біз былай қоямыз, әне, осылай, сосын былай. А ортасына осылай полублок. Сосын біз осылай мына жерге, мына жеріне ештеңе қоймаймыз. Сосын біз былай жасаймыз, қараңыз. Мынаны қоямыз. Былай, оны олай қойамайсыздар ғой, мен есіме шығып кетті. Былай қоясыз, міне. Ой, емай, міне, осылай, достар. А сосын ең соңғы зат. Бұл былай. Міне, бізге осылай сосын жасау керек. Сіздер өздеріңіз білесіздер. Үстін жауып қойса болады, еле жаппай қойса да болады. Міне, достар, осындай бір әдемі төсек шықты. Сіздер осылай үйлеріңізге жасап қойса болады. Міне, осындай бір күшті. Ал артқы стенаға өздеріңіз білесіздер. Қандай стенаны жасайсыздар. Ал жарайды, онда біз келесі декорация енді жасау оңайырақ. Міне, достар, осындай бір әдемі декорация бізде. Ал жарайды, онда оны қалай жасалатынын сіздерге көрсетейін. Бірақ ол оңайырақ, достар. Онда сіз бір қиын декорацияларды жасаған ұнатпасаңыз, онда бұл сізге арналған. Міне, осылай сізге оңайырақ кішкене бұны жасау. Міне, біз осылай жасаймыз. Тоқтаңыздар. Мен бұл жасап алайын. Бұлай. Міне, бізге осылай 9 бочка қою керек. Сосын біз оны астына қалайтын. Ткаций станок дейді. Соны қоямыз бұлай. А сосын біз мына жерге бұлай қабығы жоқ ағаш. Осыны бұлай артына қоямыз біз. Бұлай. Или оны любой бір зат қоясыз артына. Енді біз бір мынандай қоямыз қазір. Брама мынандай ұнайды. Я, достар, осындай декорацияларға осыны қолданса болады. Міне осылай. Ой, емай. Міне осылай. Мынау артық, достар, бұны керек емес қойды. Болды. Міне осылай бізге қойымыз. Енді бізге осылай соңғы зат бұл осылай. Мына астына бұлай қойыңыз енді. Қараңыздар, бұлай. Болды, міне дайын, достар. Осындай бір әдемі декорация шықты. Міне қараңыздар. Енді үстіне бізге бір полублокты қоямыз. Мына полублок ұнайды. Осы полублок. Достар, тоқтаңыздар. Бізге қара полублок керек. Мынау что-то келмейді бұл. Бұл келмейді бізге. Бізге мынандай қап-қара полублок керек. Сол кезде әдемі көрінеді. Қазір мен мына жерге бір блокты сындырып. Ал міне, достар, бізде әдемі осындай шкаф шықты. Міне, сіздер осылай кішкентай үйлеріңізге қойса болады, или оп-оңай декорациялар жасағанды ұнатсаңдар, осыны жасап көріңіздер. Ал жарайды, онда біз келесі декорацияға көшейік. Бұл декорация енді тағы да бір шкаф. Бірақ енді бұл әдемірек. Міне, бұл енді осындай бір керемет шкаф. Ал оны жасау үшін бізге ең бірінші осылай артына бір блок керек. Бізге осылай 8 тал керек. Тоқта. Қандай? Бізге осындай ағаш керек. Сосын бұлай қоямыз. Сосын бізге мынаны жерден қазір мен көре салайын. Бізге бочка және полублок керек. Бочка. Көп қолданатын декорациялар бочканы. Ал міне, көп қолданылатын декорация. Міне, достар. Бізге бұлай қою керек. Қараңыздар. Бізге осылай. Сосын біз мына жерге деген не? Қайлайды? Қайда ол? Міне осындай керек. Міне осылай біз қоямыз. Сосын
мынандай бір сундуктарды қоямыз осылай. Міне. Сосын мына жерге бір горшок. Иә, горшок. Қайда мынау горшок? Міне мен таптым. Міне біз осылай горшокты аламыз да қоямыз. Иә, міне достар. Осындай бір әдемі бір декорация. Ал бізге қандай? Иә, үстіне мынандай. Ал мына шетіне мынандай керек бізге. Понятно. Біз осылай. Ой, мына қайда қойылып кетті біз? Жасаймыз, қараңыз. Міне осындай бізде әдемі және кішкентай декорация. Онда сіздердің үйлеріңіз кішкентай болса және дәу декорациялар сыймаса, осыны сіздер жасап көріңіздер, иә? Міне біз осылай жасаймыз. Спидран. Мә, қанша секундта мен жасадым. Міне достар, осындай бізде әдемі кішкентай шкафчик пайда болды. Ал жарайды достар, бұл онда декорация ұнаса, үйлеріңізге жасап қойса болады. Онда біз келесі декорацияға көшейік. Ал міне достар, енді бізде осындай күшті декорация. Бұл декорация енді осындай бір әдемі библиотекаларға арналған декорация. Міне ол үшін оны жасау үшін бізге осылай жасау керек. Ал бізге мынандай керек, қараңыз. 7, ал мына жерге 2 блок. Понятно, бізге былай пол жасап алу керек ең бірінші. Міне, қараңыздар. Бұл осындай библиотекаларға арналған бір декорация. Міне, қараңыздар. Библиотека. Онда сізден бір мысалына Майнкрафтта бір библиотека жасап жатсыз, бірақ оған қандай декорация керек екен білмейсіз. Сол үшін мынаны қолданасыз. Бұл осындай әдемі және күшті декорация. Міне бізге осылай жасау керек. Біз осылай 5 блок қоямыз. Сосын біз мына жерге деген біз бочкалар астына. Міне. О жер заттар қойса болады. Сосын біз мына жерге осылай кітап қоятын шкафчиктарды қоямыз. Міне. Осылай. Сосын біз мына үстіне бұлай біз жасаймыз. Қараңыздар. Қазір мен жасап алайын. Біз бұлай. Сосын бұлай. Сосын біз осылай полублоктарды қоямыз, қараңыздар. Әне. Бізде осындай әдемі декорация. Бірақ ол әлі дайын болмады бізге. Әлі бұлай 4 блок биіктік осындай бір керек. Сосын біз мына жерге осылай мынандай сурет қоймыз керек біз ортасына. Қазір мен кнопкаларды алып алайын. Кнопка бұл өтіріктен шегеме бір бәле сияқты. Сондай декорация. Қазір мен. Енді біз картина қойсақ болады мына жерге мысалы. Бұлай. Осылай достар. Сосын мына жерде тағы да бір кнопка. Сізден бір кнопкалар біреуі бір құпия комнатаға кіргізетін қылып қойса болады. Достар, күшті идея. Міне осылай. Бұлай қоясыз да. Сосын мына жерге сіз бұлай, мына жерге осылай кітап қоясыз. Қараңыздар. Бұлай кітап қою керек бізге. Сосын бізге әлі мына жерге мынандайлар қойымыз керек біз. Әдемілік үшін. Тоқта, қайда ол? Міне ең астыда. Біз енді бұлай мына жерді бұлай тесіп аламыз, соларды қоятын жерге. Жерді осы. Бұлай бір вәле қылып. Міне. Енді біз оларды бұлай керісінше қаратып қояйық. Давайте. Міне достар, біз осылай керісінше қаратып қояйық. Қараңыздар. Міне достар, осындай бізде әдемі күшті декорация шықты библиотекаларға арналған. Сіздер де осы декорацияны жасап көріңіздер. Ал онда біз келесі декорацияға көшейік. Міне достар, бұл енді осындай 10-шы соңғы декорация. Енді мен келесі бөлімде осы тағы да 10 декорацияны сіздерге көрсетемін. Бұл осындай керемет 20 декорация болады. Ал міне достар, бізге ең бірінші осылай бізге блоктарды қойып алу керек. Қараңыздар. Міне, ең бірінші бізден осылай 4 блок биік, 5 блок биіктік осылай қойып аламыз. Жоқ, бізге ең бірінші пол. Енді бұл жерге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 осылай печка қою керек. Печкаден осындай енді күшті декорацияларға арналған блок. Қараңыздар.
осындай енді ол осындай күшті декорация. Міне. Әдемі көрінеді, иә? Осы печкалар былай, как будто пол сияқты болсын. Қараңыздар, әдемі. Міне, осылай біз қоямыз печкалар де. Сосын біз мына жерге осылай, мына ортасына бір ағашты қоямыз былай, қараңыздар. Былай ағашты біз ортасына былай 4 ағаш қоямыз осылай. Сосын біз мына жерін люкпен жауып қоямыз. Қараңыздар, люк. Былай. Осылай. Бізге жауып қою керек люкпен. Сосын мына жерге біз осылай рамка қою керек. Міне, рамкаларды осылай қойып шығамыз. Сосын оған бір қылыш қойып қоямыз. Осылай, мысалы, бір күшті қылыштар. Мысалы, мына жерге незерит, алмас, алтын, еще темір. Біз оны былай айналдырып қоямыз. Ой-ой. Міне, достар, осындай бізде әдемі декорация. Енді бізге осылай тағы да бір ағаш жасау керек. Міне, қараңыздар. Біз былай тағы да бір ағаш қоямыз. Міне, достар, осындай бір 5 блок биіктік болу керек ол. Міне, осындай бір әдемі ағаш. Сосын бізге мынандай керек, қараңыздар. Біз оны былай жасап аламыз. Осылай, сосын былай. Мына жерге де осылай жасап алуымыз керекпіз. Міне, достар, осындай әдемі декорация. Сосын мына жерге дейін біз манекендерді қояйық, давайте. Былай, сосын позасын былай. Или поза керек емес олар. Былай просто. Сондай манекен. Сосын біз оларға бір, мысалы, мықты бір киімдерді кидіріп қояйық, давайте, былай. Осылай. Алмас және де незеритовый. Броняларды осылай біз қоямыз. Қараңыз, міне. Осылай. Біз енді мыналарды мына жерге кидіріп қоямыз. Міне, мен алмазын кидірдім. Енді бізге мынандай. Болды, міне, достар, осындай бір әдемі манекендер болды, және осындай күшті оружие. Бұл оружиеларға арналған. Міне, осылай біз енді мына жерге қалай еді? Котелді қоямыз. Котел. Осылай біз қоямыз да, мына екі жерге. Сосын оның үстіне бір осылай жапырақтарды қосып қоямыз. Қараңыздар. Қайданы жапырақтар? Бірақ маған мынау ұнайды. Осылай біз қоямыз. Сосын біз артына любой бір стена. Мысалы, менден бір мынандай. Сосын оны сынып тұрған сияқты жасап қоямыз былай. Қараңыздар, достар. Осылай біз жасаймыз. Міне, осылай. Сосын біз былай. Міне, осылай. Сосын біз мына жерге люк тағы да. Люктар көп қолданылады, иә, достар? Или комментарийға жазып кетіңіздер. Осы видеода ең көп қолданылған блокты. Міне. Осылай. Міне, бізге осылай жасау керек. Бірақ арты бір түрлі тупойский болып тұрмау үшін бізге осылай осы блоктарды алып жасаймыз. Қараңыздар, бұлай сынып тұрған сияқты солай. Әдемілетіп жасайық бұлай. Қараңыздар. Бұлай. Сосын мына жерге тағы да тас, мына жерге де бұлай тас осылай. Міне, бізде осындай әдемі күшті оружие шықты. Жарайды, достар, сіздерге видео ұнаса лайк басып, каналымызға жазылып, және де осы декорация сіздер де жасап көріңіздер. Онда сау болыңыздар, достар. Екінші бөлімде мен тағы да 10 күшті декорация алып көрсетеміз. Онда сау болыңыздар, достар.